Бақытты өмір сүр. Иман мен жақсы іс бақытты өмір сүрудің кілті. Бұларды есіңде бекем тұт. Ілім білім ізде, көп оқы. Өйткені кітап оқу қайғы мұңнан арылтады. Тәубе қылып, жаратқаннан кешірім сұрауды үзбе. Аллаға қарсы келуден қаш. Өйткені күнәлар өміріңді улайды. Құранды әрдайым ой жүгіртіп оқып тұр. Және әрдайым Алла тағаланы еске алып жүр. Басқаларға жақсылық жаса. Көкірегін кеңейіп, өзіңді бақытты сезініп қаласың. Орынсыз қорқақтық шайтаннан. Ер жүрек бол. Өйткені ер жүректік өзіне сенуге және бақытты болуға жәрдем береді. Жүрегіңді кек сақтаудан, көре алмастықтан, жек көруден, сараңдықтан және басқа да жаман аурулардан тазала. Барлық істе, тамақтануда, ұйқыда, елмен араласуда, сөз сөйлеуде, тағы да басқа әрекеттерде шегін сақта. Артық жүк жолаушыға азап. Бүгінгі күніңді жақсылап өткізіп, өткен уақыт пен келешек туралы бас ауыртуға уақытыңды құртпа. Қайратты еңбек және пайдалы іс әрекеттер саған уайымдарыңды және қиындықтарды ұмыттырады. Кескін келбетте, материалдық байлықта, тұрмыс тіршілікте, денсаулықта өзіңнен төмендегілерге қара. Тұрмыста әрқандай жағымсыз нәрселер не ауыр сынақтар келетініне алдын ала дайын бол. Дайындығың болса, сен үшін қатты соққы деген болмайды. Жаман ойлардан алыс бол, және әр нәрсенің жаман жағын ғана ойлаудан сақтан. Ашуланба, кешіре біл, басқаларды түсіне білуге және мейірімдік танытуға үйрен. Өмір өте қысқа екенін есіңнен шығарма. Жақсылықтан, рахат тұрмыстан айырылып қаламын деп бас ауыртпа. Келешектегі жамандықтан қорқпа. Әр істе бір Аллаға тәуекел ет. Шыбынды піл деп ойлап қалма. Ұсақ түйек қиыншылықтарды ауыр деп елестете берме. Кесел кесапат болып кетсе қайтем деп ойлай берме. Әр нәрсенің өз уақыты, шешімі болады. Басыңа келетін нәрсе сені айналып өтпейді. Ал енді саған келмейтін нәрсе бәрібір келмейді. Тұрмыста қарапайым өмір сүріп, артық ысыраптан алыс бол. Өйткені артық ысырап азғырады. Денеге құл болу руханиятты қиратады. Алла тағаланың берген сыйларын саған келген сынақтармен салыстыр. Сонда сен жоғалтқаныңа қарағанда алған нәрсең көбірек екенін түсінесің. Қайғыға батқан болсаң, өзің және айналаң үшін қандай жақсы нәрсе жасай алатыныңды ойла да, жұмысқа ықыласпен кірісіп кет. Егер де біреу саған жаман сөз айтса, оның сөздері саған емес, өзіне зиян алып келерін біл. Сондықтан ол туралы ойланбай-ақ қой. Әр нәрсенің жаман жағын емес, жақсы жағын ойла. Өйткені жақсы көңіл-күй бақыттылықтың кепілдігі. Ешкімнен саған рахмет айтуын күтпе. Жаратқанның ризалығы үшін ғана басқаларға жақсылық жаса. Өзіңе және айналаңа пайда алып келу үшін жан дүниеңе жақын кәсіпті таңдап ал.
не жұмыс қылсаң да шын ниетпен мықты жасауға әрекет жаса. Сонда ол жұмыс өміріңдегі бақытыңның бір бөлігіне айналады. Әрбір іске жігерлі бол. Бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Жаратқан саған берген жақсылықтар туралы көп ойлан. Ол жөнінде айтып жүр және Аллаға ризалық білдір. Алла саған берген денсаулық, мал-мүлік, отбасы және жұмыс сияқтыларға разы бол және олар үшін шүкір қыл. Басқалардың жақсы жақтарын көруге әрі бағалауға тырысып, ал жаман жақтары болса көз жұмып қой. Барлық жағынан идеалды кісі болмайтынын түсін. Әрі бұл бірінші кезекте өзіңе тиесілі екенін есіңде болсын. Өсек аяңға көңіл бөлме. Басқалардан кемшілік іздеме және қате жіберіп, бір жаман іс жасауын күтіп, әрбір қадамын аңдыма. Өйткені бұл саған да, оларға да жақсылық алып келмейді. Спортпен шұғылданып, денсаулығың туралы көп ойлан. Өйткені денсаулығы таза адамның ой сезімі сергек болады. Алладан кешірім және жақсылық тілеп, әрдайым дұға қылып жүр. Ойлан және шүкіршілік ет. Жаратқан Алла өзіңе берген жақсылықтар туралы ойлан. Сонда сен жақсылықтарға батып, олар сені қоршап тұрғанын байқайсың. Ол сендерге өзінен сұраған нәрселерінің бәрін берді. Бергені соншалық, егер Алланың нығметін санайтын болсаңдар, санына әсте жете алмайсыңдар. Ибрахим сүресі 34. Денсаулықтың мықтылығы, мекеннің тыныштығы, тамақ ас, киім-кешек, таза ауа және су, тұрақ жай және көлік, мал-мүлік және бала-шаға, отбасы және достар. Сенде барлық байлық бар, бірақ сен оны сезбейсің де, байқамайсың. Уа адамдар, Алланың күллі аспан әлемдегілер мен жердегінің бәрін өздеріне бағынышты етіп қойғанын, сондай-ақ сендерді өзінің жария һәм жасырын, заттық әрі рухани мұншама нығметке кенелткенін көрмеймісіңдер? Лұқман сүресі 20. Сенің қол-аяқтарың, көз-құлағың және тіл-аузың бар, 6 мүшең аман. Ендеше Раббыларының қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Рахман сүресі 13. Сен аяқ басасың, қимылдайсың, естисің, көресің және сөйлей аласың. Там сана тамақтанасың. Бұлар не, жай ғана нәрселер деп ойлайсың ба? Қаншама адамдар бар, қолы аяғы мүгедек болып, қимылдай алмай қалған, немесе соқыр, керең болып басқаларға мұқтаж болып қалған. Қаншама адамдар бар, ауру сырқаудан арыла алмай ыңырсып, қалағанша тамақтана алмай амалы құрыған. Жаратқанның сынағы әр түрлі болады. Дені басың сау тұрып, жынды болып ақылдан адаспай тұрып, жаратқанның жақсылықтарын білмегенің, оған разы болып, шүкір қылмағаның жарамас бауырым. Бір кедей кісі өзінің кедей өмірі және Алла оны өзінің жақсылықтарынан құр қалдырғаны туралы ғалымға шағымданған айтылады. Ғалым кедейден, көздеріңді маған 100 000 алтын теңгеге сатасың ба? деп сұраған. Кедей, жоқ деп жауап береді. Ғалым, қолдарыңды маған 100 000-ға сатасың ба? Аяқтарыңды 100 000-ға сатасың ба? Ақыл есіңді 100 000-ға сатасың ба? деп сұрады. Кедей, жоқ деп жауап берді.
Сонда ғалым оған былай деді: сен 100 мыңдаған байлықтарға ие болып тұрып, кедеймін деп шағымданасың ба? Сонда әлгі кісі қолдағы байлығы қолға түспеген жақсылықтардан да маңызды екенін және Алланың мейірімділігі шексіз екенін түсініп, шүкір қылған екен. Әлбетте, сен өте зор сыйға бөленіп өмір сүріп жатқаныңмен, оның қадірін білмейсің. Содан қайғы мұңға бата бересің. Алдыңда жеуге ыстық наның, ішерге суың дайын. Шаршасаң ұйықтап ес жиясың, 6 мүшең аман. Қолда жоғын ғана ойлап, барына шүкір қылмағаның алай. Біраз шығындалсаң болды, жаның қиналып, бақыттың кілті қолыңда тұрғанын білмейсің. Жаратқан берген есепсіз зор сыйларды ойыңа ілмейсің. Ойлан және шүкір етуді біл. Сондай-ақ өз болмыстарыңда да талай-талай айғақтың бар екені анық. Сонда да көрмейсіңдер ме? Зарият сүресі 21. Өзің, туыстарың, үйің, жұмысың, денсаулығың, достарың және айнала төңірегіндегілер бәрі туралы жақсылап ойлан. Ол мүшриктер өздері өмір бойы қызығын көріп келе жатқан нығметтердің Алладан келгенін іштей біліп, мойындаса да, Алладан өзгеге құлдық ұрып табыну арқылы осынау нығметтерді жоққа шығарады. Нахл сүресі 83. Осылай дегендердің қатарында болма. Өткенге қайғырма. Өткен нәрселерді көп еске алып, жоқ жерден қайғыны қозғап, мұңая беру ақмақтық. Мұндай нәрсе алға ұмтылуға тосқауыл болып, өмірді іріткіге айналдырады. Ақылды адамдар өткеннің қайғы мұңын бірталай ұмытады. Келмес жерге жіберіп, шықпас қылып бекітіп, есінен бірталай жойып тастайды. Өйткені ол бұдан бұрын болып біткен, құйрығы үзілген. Қайғы мұңмен орнын толтыру мүмкін емес. Түзеймін десең де оңалмайды. Артқа қайтпастай болып жоқ болған. Демек, жоқ нәрсеге қайғырып, өткенге өкініп, өміріңді қорқынышты түске айналдырудың керек жоқ. Өткен істің көлеңкесінен өзіңді суырып шық. Аққан дарияны қайта басына қарай ағызғың келе ме? Батқан күнді қайта шығысқа қарай жылжытқың келе ме? Туылған бала анасының қарнына қайта кіре ме? Төгілген көз жасы көзге қайтып кіре ме? Демек, өтіп кеткен істерге қайғырғаның, жаныңды қинап, жаншылғаның дұрыс емес. Ол бекерден бекер өзіңді өзің азаптағанмен бірдей. Өткен қайғылы істің парақтарын ашу бүгінгі күніңді жоқ қылады. Қайратыңды мұқатып, уақытыңды талқандайды. Алла тағала Құранда бұрынғы елдердің жасағандары туралы баяндап келіп, олар да өз алдына бір үмбет еді, келді де кетті деген. Бақара сүресі 134. Демек, өткен іс өтті, бітті. Уақыт мезгілдің денесіне қайтадан операция жасаудың пайдасы жоқ. Тарихтың дөңгелегі артқа жылжымайды. Бір кездегі болып өткен нәрселерге қайғыру, бейне бір диірменде тартылған ұнды қайта ұн қылам дегендей, не араланған ағаш қиқымдары қайтадан аралаймын дегендей іс. Өткенге қайғырып жылағандар туралы өліктерді қабірден шығарма деген сөз қалған. Есекке неге күйсемейсің деп сұрағандарға ол өтірік айтқанды жек көрем деп жауап берген екен. Қазіргіміз үшін еш нәрсе жасамай, өткен істермен ғана шұғылдану біздегі ең үлкен кесел кесапат. Әсем үйлерде тұрамыз, бірақ шірген қирандылар үшін
жас төгеміз. Адам атаулының бәрі жиналып, өткенді қайтарып әкелеміз десе де, қайтара алмасы анық. Өйткені бұл мүмкін емес. Адамдар артқа жалтақтап қарай беруі керек емес. Өйткені амал әрекет алға қарай жүреді. Су ылдиға қарай ағады. Керуеншілер де алға қарай жүреді. Өмір керуені де осындай. Сондықтан сен де өмірдің бұл заңын бұзбай жүр. Бүгінгі күніңмен өмір сүр. Кешке шейін тірі өмір сүрсең, таңға шейін де өмір сүретініңе толық сенімді болма. Ал енді таңға шейін өмір сүрсең, міндетті түрде кешке шейін өмір сүрем деп ойлама. Сен бүгін, қазірдің дәл өзінде өмір сүріп жатырсың. Өткенді қайтара алмайсың, ал енді келешек әлі келген жоқ. Сондықтан бүгінгіңе, қазіргіңе көңіл бөл. Бүгін туылып, бүгін ақ қайта өле қалатындай өмір сүру керек. Бәрін соңғы рет жасап жатқандай өмір сүр. Намаз оқуға кіріскен кісі бұл оның өміріндегі ақырғы намаз екенін білсе, онда ол намазын қалай оқитын еді? Әлбетте, бүкіл денін Аллаға қойып, өте берілі оқитын еді. Ерекше беріліп, Құдайдан қорқып оқитын еді. Әрбір намазыңды солай оқып көрші. Шынында ақ сен кейінгі намазыңа шейін өмір сүресің бе? Өмір сүрмейсің бе? Оны білмейсің ғой. Әрдайым осылай оқымауы мүмкін, бірақ сен оған ұмтылуың керек. Жақсы істерді жаса. Ол сенің өміріңдегі ең ақырғы ісің екенін елестет. Оны сен біраздан кейін өлеріңді біліп тұрғандай орында. Сенің барлық орындаған істерің және ғибадаттарың сондай болу керек. Өзіңді қайта қайтпайтын нәрселермен, өткендерді еске алумен қинама. Өміріңді әлі болмаған келешекке қатысты қорқыныштармен алаңдатпа. Бүгінгі күнмен өмір сүр. Бүгін жасай алатын және жасайтын нәрселеріңді жасап қал. Ертеңге қалдырма. Өйткені ертеңгі күн сен үшін болар болмасын еш білмейсің ғой. Әрбір минутыңды бүгінгі күн үшін пайдалан. Өйткені осынау баға жетпес жақсылықтарды жасау өзіңе және басқаларға пайда алып келу және жаратушы иесінің кешіріміне және сыйына лайықты болу деген сөз. Бүгін қолыңдағы барға разы бол. Өйткені ертең сен иелік қылған нәрселер не болатынын білмейсің ғой. Бір ақын былай деп өте жақсы айтқан. Өткен өтті мәңгілік, болашақ әлі белгісіз. Демек, бір сағат қана бар. Сол сіздің еншіңіз. Егер сен бүгін бақытты болсаң, онда сен бақыттысың. Сенің өткен мезгілдегі бақытың бұл сол мезгілдегі бақыттылық. Ол сол жақта қалды. Ал енді саған келешекте келетін бақыт. Бұл келешектің бақыты. Ол алда, ол әлі келген жоқ. Сондықтан бүгін бақытты бол. Екі дүниеде де бақытты болуын қаласаң, бүгін еңбектен. Сонда сен жаратқанның жарылқауымен оған ие боласың. Алдамшы сағым. Көпшілік кісілер өздерін бақытсыз сезінеді. Өйткені олар өмірге бұрыс қарап, оны қате қабылдайды. Олардың бақытсыздығының себебі сыртқы ахуалдарда және басқа кісілерде емес, өздерінде. Олардың өмірге жасаған қате мәмілелерінде. Мұндай кісілер көбінесе қашан менде пәлендей нәрселер болады, мен сонда ғана бақытты боламын дейді. Олар қазір өзінде жоқ болып, жетпей жатқан нәрсесі. Мысалы,
машина, ақша, байлық, отбасы, жоғары білім, лауазымды қызмет, атақ, даңқ, тағы да басқалары. Бұл тізімді шексіз жалғастыра берсек болады. Осының бәрі болғанда ғана бақытты боламыз деп ойлайды. Бұл кісілер шөлде суы жоқ жүріп, алыстағы сағымды көріп алып, сол сағымға бара жатқан жолаушы сияқты. Ол бара береді, ал енді сағым болса, алыстай береді. Ақыры оған жете алмай, қаны кеуіп, өлімге душар болады. Мұндай кісілер пенденің қалауы шексіз екенін түсінбейді. Жақсы үй туралы қиялданып жүрген кісі ойындағыдай үйге жетісімен, онда басқа қалау, мақсат пайда болады да, ол сол мақсатына жетпейінше өзін бақытсыз сезініп жүре береді. Сөйтіп бұл өмірінің аяғына шейін жалғаса бермекші. Ең жаман жері, мұндай кісілер ешқашан өздеріндегі бар нәрселер туралы ойланбайды. Олар әрдайым өзінде жоқ нәрселер туралы ойланады. Олар Алла берген нәрселерді бағалап, оларға қуанғанды білмейді. Данышпан кісі, алдын көре білген адам ешқашан мен анау не мынау нәрсем болғанда ғана, не мұндай оқиға болып өткенде ғана бақытты болам деп айтпайды. Ол мен бақыттымын, өйткені менде анау да мынау да бар деп айтады. Ол шынымен ақ бақытты. Егер Алла оған тағы онда жоқ, бірақ ие болуын қалап жүрген нәрсесін беріп қойса, ол өзін бұдан да бақыттырақ сезінбек. Мұндай кісінің бақытты болуына қандай да бір жақсылықтың кем болуы ешқандай тосқауыл жасамайды. Ол жаратқанға берген нәрсесі үшін разы болып, шүкір айтады. Сонда жаратқан оған жаңа жақсылықтарды тарту етеді, және оған тағы үлкен нәрселерге жетуге жәрдем береді. Осылайша ол кісі өзін бұрынғыдан да бақыттырақ сезінеді. Бұл кемеңгер кісілердің бақытының сыры. Басқалар да олардан үлгі алса, өте жақсы болмақ. Әлбетте, менің пейішім менің көкірегімде. Адамның бақыты оның өзінде. Бірақ бұл дүниеде жанындағы бақытты байқамаған мыңдаған кісілер бар. Асықпа. Жаратқанның заңы сол. Әрбір нәрсенің өз уақыты бар. Ертең болатын нәрсе бүгін болмайды. Ал енді бүгін болатын нәрсе сөзсіз бүгін болады. Біз көбінесе ертең болатын нәрсені ойлаймыз. Біз асығыстық жасап болатын, бәлкім мүлдем болмай қалу мүмкін нәрселерге бас қатырамыз. Бізді келешекте бір нәрселер күтіп тұрады деп ойлап алып, сол нәрселерден қорқамыз. Шындығында ол келешектегі нәрсе болады, және біз ертең не бір жұмадан кейін бізді не күтіп тұрғанын мүлдем білмейміз. Ал енді бұлай ойлау, күту біздің бақытты болуымызға тосқауыл болып, мұңаюымызға себеп болады. Не үшін біз өзімізге өзіміз жаңа қайғыларды ойлап таба береміз? Не үшін болатын, бәлкім мүлде болмайтын нәрседен қорқа береміз? Бұл бізге жамандық қана ойлайтын шайтанның сүйген амалдарының бірі. Құранда Алла былай деп айтады: шайтан сендерге кедейлікті уәде қылады. Бақара сүресі 268. Яғни ол біздің жан дүниемізге ойша мұңаюды кіргізіп, жаратқанға сыйынудан және оған мойынсұнудан қалдырып, біздің иманымызды әлсіретіп, күнәға шақырып, кедейлікпен және басқа бәле кесапаттармен қорқытады. Енді ол сол ұмтылған нәрсесіне жетпей қалсын. Егер бүгін жаратқанның қалауымен
бізде барлығы өз орнында болса, онда ертең де бұл жақсы жағдай бізді тастап кетпейді деген үмітке негіз бар. Алла тағала былай деп уәде қылған: егер шүкіршілік етсеңдер, нығметімді арттырамын. Ибрахим сүресі 7. Демек, бізге берілген нәрселер үшін ризалық білдіріп, жаратқанға тәуекел етіп, одан жәрдем, қорғау, кешірім, жақсылық, денсаулық, тағы да басқаларды сұрап, және біздің дұғаларымыз жауапсыз қалмайды деп үміт етуіміз керек. Біз ақыл есімізді әрқандай ұнамсыз нәрселермен толтырып аламыз. Оның орнына шынында да маңызды болған, бізге және басқаларға бақытты болуға жәрдем беретін, өзімізге және айналамызға пайда алып келетін нәрселер туралы ойлансақ, жақсы болмақ. Біз шынайы, тура және ғажайып, жақсы және нұрлы, пайдалы және мағыналы нәрселерге жұмсайтын рухани күштерімізді болмаған нәрселерге жұмсап жатырмыз. Мұңайма. Біздің болар болмас нәрселерге мұңаюымыз біздің әл күшімізді алады. Дүниеге қара көз әйнекпен қарап, жарықты және ондағы жақсы нәрселерді байқамай, өзімізді бақытсыз сезінуге мәжбүрлейді. Болар болмас нәрселер үшін, мәселен, ауа райының бұзылуы, жоғалған ақша, сырқаттану, киімге жұққан дақ, сынған табақ және басқалар үшін қайғырып, көңіл күйін бұзуға татымайтын нәрселер үшін қайғыға бата беретін кісілер бар. Әрдайым қайғырып, кішкентай қиыншылықтарды ауырлатып үйреніп қалған кісі әрдайым жүнжіп, пұшайман болып жүрумен, өзінің өмірін ғана жаман етіп қоймай, өзін қоршаған дүниенің сұлулығын көруге де өзіне өзі тосқауыл болады. Тынышы жоқ кісі оның бар екенін, шексіз күш қуатын көрсетіп тұрған жаратқанның әлемдегі көптеген кереметтерін байқамайды. Болмашы ойлар кісіні ұлы һәм мағыналы нәрселер туралы ой жүгіртулерден қалдырады. Құран оқып жатқанда, намаз оқып сыйыну сәтінде, тағы да басқа ғибадат сәттерінде ойларын жинауға тосқауыл болады. Ал енді ой жүгіртіп, ақыл ойды мағыналы нәрсеге бұру кісінің жан дүниесі және иманы үшін өте маңызды. Бір күні өліп қалу мүмкін деген ой тыныштық бермейтін кісілер бар. Бірақ біз білгендей, әрбір жан өлімнің дәмін татады. Өлім сөзсіз болатын нәрсе, және біз одан еш жаққа қашып құтыла алмаймыз. Ал енді бір күні өліп қалам деп қорқып, өмір бойы жылап қайғырған кісі үшін өмірдің қандай маңызы бар? Егер сен болар болмас нәрселер үшін сары уайымға бата беретін болсаң, онда өзіңе жаратушы тарапынан жазылған тағдыр сөзсіз іске асатынын еске түсір. Егер бір нәрсе болып кеткен болса, демек ол дәл солай болар еді деген сөз. Өйткені бұл дүниенің бәрі қалай болу керек болса, дәл солай болып өтеді. Кісі өзінің ақыл ойы шектеулі және әлсіз болғандықтан, әрдайым өмірінде болып жатқан оқиғаларға дұрыс баға бере алмайды, және кейде оған жамандық болып көрінген нәрсе шындығында ол үшін ұлы жақсылық болып қалу мүмкін екендігін өзіңе еске түсіріп тұр. Өмірге оң көзқараспен қара, және бізді сақтаушы, қорғаушы, кешіруші, сүюші, қамтамасыз етуші, түзу жолда алып барушы, және бізге шексіз жақсылықтарды беруші, жәрдем беруші, жақсылық қалаушы жаратқанға ғана тәуекел ет. Ұнамсыз сөзге мұңайма.
Біз көбіне біреудің жамандығына немесе жай ғана айтқан сынына қапа болып, сары уайымға батамыз. Ол соған татый ма? Егер сын пікір бір нәрсеге негізделсе және ол дұрыс болса, онда оның астарында біздің түзелуімізді қалау бар. Сондықтан біз оған разы болуымыз керек. Ал енді егер бізді жаратқанға мойын сұнып, одан қорқып, тақуалыққа ұмтылып, жақсылық жасауға әрекеттеніп, жақсы істерді шын ықыласпен орындап жүргенімізге қарамай жамандайтын болса, онда бұл бәлкім жамандардың көре алмаушылығы, ол бізге ешқандай зиянын тигізе алмайды. Көбінесе бізді көре алмағандықтан жамандайды. Яғни біз одан қайсы бір жағымызбен асып кетсек, оның оған шыдауы өте қиын. Жаратқанның бізге жарылқап берген жақсы нәрсесі үшін бәлкім ол бізді жамандайды. Мұндай көре алмас қызғаншақтардың ойынша бізде сондай жақсылықтардың болуының өзі күнә және үлкен қылмыс. Мұндай көре алмастардың жаман сөздері бізге тау тасқа тиген жаңбырдың тамшысындай да әсер етпеуі керек. Сөйлеп жатқан кісіге де, естіп жатқан кісіге де пайда әкелмейтін мұндай сөздерге құлақ салма, жауап қайтарма, оған наразы болмады. Мұндай ақылсыздардан жүзіңді бұрып әкет. Оларға сенің өміріңді уландыруына және бақытыңды бұзуына мүмкіншілік берме. Олардың сөздеріне жауап берем деп өзіңді пәс қылып, олардың деңгейіне түспе. Жаман өсек аян сөздерден жоғары бол. Егер сені жақсы, тақуа және лайықты кісілерді жамандауды әдетке айналдырған адамдар жамандаған болса, онда бұл қайғыратын нәрсе емес, бұл қуанатын нәрсе. Иман өмір өзегі. Ең бақытсыз адамдар бұлар иман деген ұлы байлықтан құр қалғандар. Алла тағала былай дейді: кімде-кім мені еске алудан бас тартып, кітабымнан сырт айналса, оның дүниедегі тіршілігі таршылық пен қиындыққа толы болады. Әрі қиямет күні оны көр-соқыр етіп тірілтіп, махшарға да су қараңғы соқыр күйінде келтіреміз. Таха сүресі 124. Аллаға иман, сенім ғана адам өмірін шынайы бақытты, жарық және қуанышты ете алады. Имансыз кісілер көбіне тіршілік проблемаларынан және бұл жалған дүниенің таусылмас ауыр қиыншылықтарынан шаршап, өз өмірін қиюмен аяқтайды. Қашан пенде жаратушының жолынан бұрылып кетсе, не басынан ақ бұл жолға түсуден бас тартса, ол өз қалауымен өзін бақытсыздыққа және қараңғылықта тентіреп жүруге душар қылады. Олар әу баста қалай сенбеген болса, бүгінде иман етейік деген ниеттері болмағандықтан, жүректері мен көздерін ақиқатты көрмейтін һәм мүлдем сезбейтін етіп, теріс бағытқа бұрып жібереміз де, азғындап, адасқан күйде мәңгіріп жүре беруіне жол береміз. Әнғам сүресі 110. Адамзатқа көп ғасырлық әлгі ашы тәжірибесінен кейін бұл дүниені сақтап қалатын жалғыз нәрсе иман екенін түсінетін мезгіл жетті. Өйткені оның жоқтығы адамзаттың бүкіл тарихындағы барлық жамандықтардың себепшісі болған. Атеизм адамзатқа бақыт алып келген жоқ. Бәлкім адамзатқа тура жолды көрсету үшін түсірілген пайғамбарларға иман келтіретін уақыт келген шығар. Бәлкім Алла тағаланың жаратушы, барлық мақұлықтардың иесі және басқарушысы екенін танып, оған мойын сұнып, оған жеткілікті түрде мақтауларды айтуға мезгіл жеткен шығар.
Пенденің иманы қаншалықты күшті болса, ол өзі де соншалықты күшті және бақытты. Мейлі ер болсын, әйел болсын, кім мүмін ретінде Алланың разылығына бөлейтін сауапты да игілікті істер атқарса, біз оған міндетті түрде пәк әрі жақсы өмір сыйлаймыз. Сондай-ақ оларды дүниеде істеген ең игі, ең жақсы істерін ескере отырып, сый-сияпатқа бөлейміз. Нахл сүресі 97. Ең жақсы өмір жан дүниенің тыныштығы. Жаратушыға және оның қасиетті хабарына сенген, оны сүйген, оның қаһарынан қорыққан және оның заңдарын сақтап жүрген кісі тыныш, рахат өмір сүреді. Сондай кісіге ғана ішкі үйлесім, гармония дегеннің не екені белгілі болады. Ол барлығы алдын ала жаратушы тарапынан тағдыр болып жазылғанын және болатын нәрсе сөзсіз болатынын біледі. Сондықтан шынайы иман иелеріне еш нәрсе туралы қайғырудың, сары уайымға батудың, еш нәрседен қорқудың керек жоқ. Өйткені ол жаратушыға, иесі, исламға, діні, Мұхаммедке, Алланың елшісі ретінде разы болады. Барлығы тағдырда жазылған. Алла тағала былай дейді: жер бетінде орын алатын қуаңшылық, зілзала, топан су сынды қандай да апат болмасын, яки бастарыңа келетін ауру сырқау, ашаршылық, жақындарыңнан немесе дүние мүліктерінен айырылу сынды қандай ауыртпалық болмасын, бәрі де біз оларды жаратпай тұрып-ақ кітапқа, лаухул махфузға, тағдыр тақтасына жазылып қойылған. Шүбәсіз, бұл Алла үшін оп-оңай. Хадид сүресі 22. Біз Тәураттан кейін Забурде де жер бетіне бір Аллаға иман келтіріп, игі істер істейтін ізгі жандар мұрагер болады. Яғни қиямет қайымнан және қияметтің орнауына себеп болатын құбылыстардан бұрын жер бетіне солар иелік етеді. Сондай-ақ ақыретте де жұмақтың жеріне солар мұрагер болады, деп жаздық. Әнбия сүресі 105. Алла тағала әрбір нәрсе туралы анық біледі. Ол өткен мезгілдерде болған және келешекте болатын нәрселердің бәрін біледі. Ол бәрін түгелдей және ұсақ түйегіне шейін біледі, және одан аспанда да, жерде де еш нәрсе жасырын қала алмайды. Жаратқан былай дейді: анығында адам баласын біз жараттық. Міне сондықтан нәпсісінің оған үнемі не сыбырлап, көкейіне қандай ойлар салатынын жақсы білеміз. Қаф сүресі 16. Алла тағала аспан мен жерді жаратқан кезде лаухул махфузда қиямет қайымға шейін болатын нәрселердің бәрін жазып қойған. Алла жаратқан ең алғашқы нәрсе қалам болды. Оған ол жаз деп бұйырды. Қалам: уа жаратқаным, мен нені жазам, деді. Ол: болатынның бәрін жаз, деді. Сонда қалам қиямет қайымға шейін болатын нәрселердің бәрін жазды. Барлығы оның билігіне мойынсұнып, оның еркіне бас иді. Оның қолында билік те, аспан мен жердің кілттері де бар. Дүниедегі нәрселердің бәрі Алланың әмірімен болады. Жақсылықтар да, жамандықтар да, азаптар да, қорқыныштар да, қауіпсіздіктер де, аманшылық та, аурулар да, жалпы барлық үлкен және кішкене нәрселер, маңызды және маңызы жоқтай ұсақ түйектің бәрі оның әмірінде.
тағдырға сенуі кісіге сабырлы болуды үйретеді. Ол өмір жолында қиыншылықтарға ұшыраған сәттерде де мұңаймай, сары уайымға салынбай өмір сүреді. Ол өзіне келген нәрсенің бәрі оны айналып өтіп кетпейтінін, ал енді айналып өтіп кеткен нәрсенің бәрі оған келмейтінін біледі. Сондықтан ол тағдырға сенбегендерден бөлектеніп, көңілі тоқ және тыныш өмір сүреді. Тағдырға сенген кісі қайғы келгенде шыдамды және сабырлы болып, жаратқанның сауаптарынан үміт етеді. Осылайша оған қайғы ретінде келген нәрсе жақсылыққа айналады. Алла тағала былай дейді: басқа келген әр жамандық Алланың рұқсатымен ғана болады. Кім-де-кім Аллаға шын ниетімен иман етсе, Алла оның жүрегін ақиқатқа және дұрыс бағытқа бұрады. Алла барлық нәрсені біледі. Тағабун сүресі 11. Кесел-кесапатқа ұшыраған кісі бұның Алла жазған тағдыр екенін біліп, Алланың жақсылығынан үмітін үзбей сабырлық танытатын болса, Алла оның жүрегін ақ жолға салып қояды да, өзінің жетекшілігімен және тура бағытымен оның бұл дүниеде жоғалтқан нәрсесінің орнын толтырып береді. Ал енді кейбір кездері жаратушы пендеге жоғалтқан нәрсесін қайтарып береді, не одан да жақсы нәрсені сыйлық етіп береді. Басыңа келетін нәрседен қашып құтыла алмайсың. Біздің қолымыздан келетін бір ғана нәрсе жаратқанның тағдырына бас иіп, мойынсыну және көп кісінің айтуы әдетке айналған әттең деген сөзді ауызға алмау керек. Әттең дегеннен еш пайда жоқ. Ешқашан егер мен пәлендей қылғанда түгендей болар еді, немесе егерде мен мынаны жасамағанда әлгіндей болмас еді дегендей өкініш сөзді айтушы болма. Бар болғаны Алланың тағдыры, ол өз қалағанын жасады деп айтсаң дұрыс болады. Авторы Аид Әл-Қарни. Мұңайма, бақыттың бұлағы және қайғы мұңның дауасы кітабынан үзінді. Аударған Қанат Сұлтанбекұлы.